Армандар орындалады. Я қанша жерден банально болса да, дәл осы сөзді қазір мен айтқым келіп тұр, өйткені действительно енді шүкір. Қазір Таразға кетіп бара жатырмыз. Себеп мына тұрған көлікті әкеме сыйлау. Папа мамаға сыйлау ғой. Енді жалпы кез келген баланың арманы өзінің ата-анасын үмітін ақтау. Ал кез келген жігіттің арманы өзінің әкесіне көлік сыйлау ғой. Қазір дәл сол арманым осындай жаста орындалып тұр. Шүкір. Ол енді бекерден бекер емес деп ойлаймын. Оның барлығы маған қарап бой түзеп келе жатқан бауырларыма, інілеріме, қарындастарыма бір былайша айтқан кезде үлгі ретінде, мотивация ретінде берілсін деген оймен маған дәл осы жаста беріліп жатыр деп ойлаймын осының барлығы. Сондықтан да, родной, осы видеодан өзіңе керектіңді аларсың. Ал енді мен әңгімен барысына көшейін. Папамның ең алғаш көлік алған есімде 5-ші сыныпта Шымкенттен айдап келді. Сэшка, Mercedes 180, 93 жылғы. Қазір әлі сонымен жүр. Соны айдап келеді 5-ші класста қараймын. Сол кезде қатты қуанғам. Енді бізде Mercedes бар деп. Мысалы 3-4 сағаттап біз не күтетіміз, сондай рафик күтетіміз. Сол кезде ойлайтынмын, ауылдың повораты болады, бір сол кезде, неге өзіміздің машинамыз жоқ, неге ауылға машинамен барамаймыз деп. Сөйтіп жаңа пакет ұстап тұрамыз, 3-4 пакеттен бар, мама, мен өзі кішкентайым, мама да айтып қояды, машина қашан аламыз деп. Содан кейін сол 5-ші класста машина алдық. Бірақ сол кезде айтқам, жаңа машина папа міндетті түрде алу керекпіз біз деп. Содан уақыт өтеді, әйтеуір 2-3 курста папаға лупарик алып беремін, анау деп жүр, сонымен әйтеуір реті түспей, енді қазір шүкір сол уақытқа да келдік. Басында бір 50-дан бір қандай машина алам деп 55. Сол ойланып жүрдім да, папа мамадан аяғанды ит жесін дедім да. Жаңа қасында достарым бар, оларды айтып жібер. Яғни ниеттендім да, мен 70-ка алам, бүгін точно алам дедім да. Қасында Еркеш деген жігіт бар, макинесі. Алсайшы деді, прадик алайық. Бірдеңке қыламыз, ақшада тұрған ештеңе жоқ. Главное, сол кісілер бақытты болсын, сол кісілер мінсін да деп. Машина бар ма деп сұрай саламыз Toyota City'ге. Сонымен, міне дәл қазір біреу түсіп жатыр дейді. Маған бұйырып тұр дедім. Сөйтіп әйтеуір, сол кісілерге де рахмет, Toyota City'ге де әйтеуір барлық керек жарақтың барлығын жасап беріп. Сол Toyota City сіздерге үлкен рахмет. Мама, сіз ренжімеңіз, маған ештеңе бермейді деп екеуіңіз жүресіздер ғой. Сонымен енді бір-екі рет өзім 70-кімді беруге де тырысқам ол кезде. Жоқ, керек емес, өзің айда деп. Сонымен соңғы рет барған кезде бір папамен енді қоштаса отырып қой, мен Алматыға қайтып бара жатырмын. Пап, бұйыртса анау 70-кін сізге беремін деймін ғой. Сол кезде қарадым да көзіне. Кішкене бір жасаурап қалды да. Бұйыртса, пока өзің не істей бер деді да. Мен сол кездегі ата-ананың мысалы жүрегі қандай деймін да. Бәрін баласына дейді ғой, бәрін баласына. Тапқан бәрін баласына. Мысалы байқасаңыздар, біздің ата-анамыз қаншама жыл, мысалы бір айлыққа әйтеуір тек қана балалар үшін таңертең тұрады, кешке келеді, бір тамағын ішеді, ұйықтайды, таңертең тұрады, жұмыс, соның барлығы тек қана өзінің балалары үшін. Жақсы киім кисін, қатарынан қалмасын, жақсы телефон алып берейін, балам әйтеуір жақсы оқуда оқысын деп бүкіл тапқанның барлығын баласына деп қояды. Маған тура солай жасады. Енді осы уақытқа дейін айтып жүрдім ғой. Мен өзім платныйда оқыдым. Әйтеуір папа мама бір айлыққа қарап отырып, қолдан келгенше қатарынан қалдырмай мен оқытты. Былайша айтқан кезде маған инвестиция салды. Мен сол кезде өзіме сөз бердім. Бұйыртса ата-анам жақсы жағдайда өмір сүру керек. Олар маған инвестиция салып жатыр, ал мен осының барлығын дәлелдеуім керек деген. Болсын, пап! Бұйыртса 2-3 күннен кейін апарып береміз. Негізі папа мама машина алғанымызды білмейді. Енді сюрприз болып барайын дедік. Соны не үшін келе жатсыңдар деп сұрайды ғой. Короче, НТК-дан бір бағдарламаға сюжет түсіріп жатыр. Мен туралы. Мант істесағаныңызда болатын еді? Или ет дұрыс па? Ет дұрыс қой, Жансерка. Ет қой, енді НТК-ның адамдар екен. Мант істеп берді дейді ғой. Сөз-сөзінде әдемі киімдеріңізді киіп, еттеріңізді асып, дайын отырыңыздар дедім. Енді қазір бара жатырмыз. Күшті. Әрқайсыңызға бұйыртса. Папаның эмоциясын көріп, мамашка екеуі қуанып, біздің папа онша эмоциональный адам емес негізі. Мүмкін ішінен қуанады, әйтеуір сол кісілердің бір обратный связін алған кезде мүмкін сезіне бастаймыз. А так, солай.
Yok, переживать етіп қой. Жаңа короче чуть. Ана машинада келе жатырмын ғой, таразға кіріп келе жатқан кезде жүрегім деп қой. Қолдарым суып кетеді ғой, бірген тұз. Соны айтып. Мен де шығам ба? Иә. Ал Гүлжан жүр. Екі орамал керек. Мен де байлайын ба? Ол екеуі уже далаға шығып тұрады. Көздері байлайды. Забор ашып тұрады. Азамат короче сөйтіп тұрады. Шешкен кезде машинаны түсіреді, кіріп келе жатқан қайта эмоция түсіреді. Бақытыңызды байлаймыз. Бақыттың кедей есімде де аласыңдар ма? Mağın mı? Iya, al da var. Ben cümle alır mısın? Ana mırs hastanız. Emotsa vermeyip kalalım. Her kaşanda büyük köredim. Ormandır, bak boldur. Жолдарың болсын әркез. Қайда болсаңдар да. Ауызбіршілік болсын. Еңбектерің жемісінше. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыңдар роднойлар, көңіл күй қалай? Кешеден бері жоқ болып кеттім, жаңалықты көрген шығарсыздар алдыңғы сториста. Ау! Мен оралдым деп жатырмын ғой. Ой, құдай бере сағандар. Қалайсың? Жақсы. Сторис ба? Я видеоны көріп жатыр. Ой, сторис ба деп. Ой, мама өлтіреді әңгімен. Құтты болсын ал, көліктеріңіз тағы да. Рахмет, жасыңыз ақ болсын. Армандаған мақсаттарыңа Құдай қаласа, я. Ата-ананың батасы ғой ең бастысы. Аза лучше, родной. Вот видео просто. Лучше Аза. Көріп. Бізде. Шүкір, роднойлар, жоқсы болсын. Сезім күшті. Болма. Суланып қайтты. Күшті істепті. Азамат, рахмет. Папаның көзі суланып тұр. Көзі терлеп кеткен шығар. Азамат, рахмет. Азаға рахмет айтатыр мамалар. Азамат саған уже Амит звондап жатыр. Не үшін звондап жатыр? Көрді өтем ол. Амит. Мамаға па жеткіз. Ой, алтын жеңгем кеп қалды, сәлем бер. Бір салам алып па деген бі? Бағана, жаман келіп. Жаңағы несінің видеосын жасаған. Олды саған кел. Назыға жазайын десемші кеше
не болмасын ешбиратыр бұлар деп қалуы. Бәрекелді. Сүйікті тамақтың бәрін істеп жатыр. Енді бір плов жесек, мама, кеше 5 бармақ, бүгін манты. Нарым бар. Әйтеуір білетін тамағым үшеу сол ғой. Үшті тамақтан ол әсел жеңешеге бардым. Ой, әсел жеңешеміздің қолынан бал тамады ғой әшін бей. Қолыңыз көрсетінші? Ана іште бал қатып қапты. Олжас ағамызбен әсел шеқиқті? Сіз таппай қапты? Шашу отыр. Үйіртсе жүғысты болсын сіздерге де. Кнопка тұр ғой басында. Хоп, ана дір жанғанша. Енді папа сол аяғыңыз дем алады енді. Отпускқа жібересіз. Айдап көріп жатыр папа өзі. Папа өзі үйреніп те қалды. Бұны енді жалғыз бала шығармаймыз дегеніміз ғой. Пол жуғызып, пылесос татқызып, қасымызда ұстаймыз деп едік. Кетіп қалдың ба? Келін келеді. Ал тағы да қайттық Алматыға. Бұйырса сол роднойлар, енді тілектеріңіздің барлығын оқып жатырмын. Қуанышқа ортақтасып жатқан әрбір роднойға алғысым шексіз. Сол бұйырса жұғысты болсын барлықтарыңызға. Жолға шықтық. Сообщение бәрін асық қойып оқимын ғой. Ассалаумалейкум. Мынандай табличка бар дейсің. Асабыраттан қайсыны оқытады ғой кетті орайда. Қалай? Жақсы амайсың. Жолдың бойында екеуі бейіттір.